Дүние жүзіндегі ең ірі кен орындардың бірінен саналатын Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орнын игеру 1984 жылы басталды. Бұл ауқымды жобаның тарихы тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуымен тығыз байланысты. 90 жылдардың басында елдегі жағдай қиын еді, Кеңес одағы адырады, экономика әлсіреді. Сондықтан жұмысқа көзқарасы түбегейлі өзгерту қажеттігі туындады. Осылайша өндірістік процестерді жаңғырту, жаңа технологиялар мен озық халықаралық тәжірибені енгізу керектігіне көз жетті. 90-шы жылдар Қазақстанның сыртқы көп векторлы саясатының бағытын айқындап берді. Осы кезде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік инвестицияға жол ашу туралы шешім қабылдады. Бұл шешім елдің экономикалық дағдарыстан шығуына көмектесті. Мұндай технологиялық күрделі сала үшін әлемдік деңгейдегі компаниялар қажет еді. Бірақ оларды шақыру үшін алдымен инвесторларға қолайлы жағдай туғызумен қатар, елдің де мүддесі ескерілуі тиіс болды. 1997 жылы өнімді бөлісу туралы түпкілікті келісімге қол қойылды. Бұл құжат инвестор компаниялар консорциумның қазақстандық тараппен қарым-қатынасын реттеді. Осылайша әлем елдері Қазақстанның мұнай мен газға бай екенін білді. Ал кен орны үлкен құрылыс алаңына айналды. Бүгінгі таңда Қарашығанақты игеру ісі Қарашығанақ жобасындағы Eni, Royal Dutch Shell, Chevron, Lukoil және Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғам секілді серіктестердің озық тәжірибесін тиімді қолдану арқылы жүзеге асып келеді. Олар Қарашығанақ Petroleum Operating BV консорциумы құрамына бірікті. Одним из базовых элементов энергетика саласы Қазақстандағы стратегиялық маңызға ие салалардың қатарында. Тәуелсіздік алғалы бері еліміз дәлелденген мұнай қорының көлемі бойынша әлемдегі үздік бестіктің қатарына кірді. Сонымен қатар газ қоры мол 20 мемлекеттің ішіндеміз. Бүгінде Қарашығанақ көлемі мен өндіріс қарқыны жөнінен Қазақстанда көш бастап келеді. Қарашығанақ жобасы ұзақ жыл бойы экономикалық тұрғыдан өте тиімді екендігін көрсетті. Бұл ретте айтпағымыз отандық кәсіпкерлікті дамытумен шектелмейді. КПО жобаларының арқасында технологиялар трансферті жүзеге асырылып, мамандар біліктілігін арттыру қолға алынды және аймақтың инфрақұрылымы модернизацияланды. Қарашығанақтағы кенді өндіру оңай емес, өйткені көмірсутек шикізатының құрамында күкірт сутегі бар. Сондықтан жоғары сапалы материалдар пайдаланылады және өндірістің барлық кезеңінде бақылау мұқият жүргізіледі. Қарашығанақ кен өндірудің ең озық технологиялар қолданылатын нағыз ғылыми өндірістік алаңға айналды. Мысалы, жоғары қысымды газды қайта айдаудың инновациялық жүйесі. Ол газды коллекторға қайтаруға мүмкіндік береді. Осылайша жалпы өнімнің 0,1% ғана жағылады. Атмосфераға зиянды заттардың шығарылуы азайып, қоршаған ортаға тигізер кері әсері де бәсеңдейді. We use state-of-the-art technologies. Батыс Қазақстан облысы әкімдігімен және уәкілетті орган PSA жауапкершілік шектеулі серіктестігімен тығыз байланыста жұмыс істей отырып, біз заманауи өндірістік технологияны қолданып, көмірсутегі шикізатын өндіру жоспарын орындаймыз. Бұл облыс және республика бюджетіне түсімнің тұрақты болуын қамтамасыз етті. Республиканың уәкілетті органдарымен тығыз өзара іс-қимыл КПО-ның ұзақ мерзімді жоспарларының мемлекеттік мақсаттарға сәйкес келуін қамтамасыз етеді. Бұл Қарашығанақтың табысты дамуының, халық шаруашылығының қарқынды дамуының кепілі. Ластаушы заттардың шығарылуын азайту үшін қалдықтарды утилизациялап, жасыл технологияларды енгізуге ерекше назар аударылады. КПО өз қызметінде тұрақты даму және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі қағидаттарын басшылыққа алады. Пандемияға байланысты түрлі қиындықтарға қарамастан, Батыс Қазақстан облысында және одан тыс жерлерде тұратын көптеген отбасының әл-ауқатын қамтамасыз ететін Қарашығанақта мыңдаған жұмыс орны сақталып қалды. Қазіргі таңда осы жобадағы серіктестер кен орнын игеруге $27 миллиард астам инвестиция салды. Әлемдік мұнай-газ саласындағы құлдырау жаңа міндеттерді айқындап берді. Дегенмен КПО қалай болғанда да тұрақтылықты сақтап қалуға күш салады. Біз мұнай өндіру, қайта айдау және газдың жалпы өндірісі бойынша бұрын-соңды болмаған ең жоғары көрсеткіштерге қол жеткіздік. Былтыр Қарашығанақтағы газды пайдалану коэффициенті 99,92% құрады. Бұл әлемдік деңгейдегі жетістік. Персоналдың қауіпсіздігі мен технологиялық қондырғының ақаусыз жұмыс істеуі қамтамасыз етілді. Коронавирус пандемиясына қарамастан, компания жоспарланған барлық жұмысты уақытында, қауіпсіз және үнемді түрде орындайды. Жуырда болған маңызды оқиғалардың бірі ретінде Қарашығанақты кеңейту жобасына рұқсат берілгенін және Қарашығанақ өңдеу кешеніндегі газға өндірістік шектеулерді алып тастау жобасының сәтті аяқталғанын атап өткен жөн.
Газға өндірістік шектеулерді алып тастау қарашанақты дамытудағы маңызды қадам. Жоба қауіпсіздік пен экономикалық тиімділіктің ең жоғары стандарттарын қолдана отырып, бұл саланың деңгейін көтерді. Жаңа өндіріс орындары сұйық көмірсутектерді өндіру шельфін ұзарту бойынша маңызды жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұдан басқа қарашана жобасына қосымша инвестициялар тартылады. Осылайша тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуда жергілікті қамту үлесі артады. 2001 жылы Қарашығанақта қазақстандық қамтуды дамыту бойынша елдің алғашқы бағдарламаларының бірі жасалды. Бұған жергілікті және шетелдік сервистік және инжинирингтік компаниялар қатысады. Қазақстан Республикасы Қарашығанақтың тиімді дамуына тікелей мүдделі. Бұл жобадан алынған міндетті төлемдер мен салықтар ел қазынасына түседі. Қазірдің өзінде 19 миллиардтан астам доллар салық және өнім сатудан түскен үлес түрінде бюджетке төленді. Шетелдік және жергілікті өндірушілер арасында байланыс орнатылып, өзара интеграция жасалды. Құрылып жатқан бірлескен кәсіпорындар арқылы қазақстандық зауыттар мен фабрикалар заманауи технологияларды меңгереді. Болашақтағы жобаларды ескерген жергілікті жеткізушілер алдағы жұмыстарға күні бұрын дайындала алады. Бүгінгі таңда КПО жобаларындағы жергілікті қамту үлесі 59% құрайды. Сатып алу құрылымы да түбегейлі өзгерді. Бұл материалдар мен жабдықтардың қарапайым түрлерінен күрделі және жоғары технологиялық түрлеріне өтуінен байқалады. Бұл тәуелсіз Қазақстанның экономикасын нығайтуға қосқан елеулі үлес деп ойлаймын. Бұл тиімді серіктестікті мемлекеттік органдар мен салалық қауымдастықтар жоғары бағалады. КПО сенімді серіктес номинациясы бойынша марапатқа лайық деп танылып, Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігінің жергілікті қамтуды дамытудағы инвестициялық қызмет үшін сыйлығын иеленді. 30-летие независимости. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы барша қазақстандық қана емес, Қарашығанақ Petroleum Operating BV үшін де маңызды күн. Бүгінде өндіріс тиімділігін арттыру, жергілікті кадрлардың біліктілігін және қазақстандық кәсіпорындар мен компаниялардың бәсекеге қабілеттілігін күшейту, өндірісті белсенді цифрландыру компанияның өзінің және мердігерлеріміздің, қызметкерлеріміздің денсаулығы мен қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау және әрине аймақтың әлеуметтік өміріне қатысу КПО-ның басы міндеттерінен алды. Тәуелсіздік алғалы Қазақстан өзін әлемге таныта білді. Бұл іс біздің жұмысымыздың бір бөлігі екенін мақтан тұтамыз. КПО-ның әлеуметтік жауапкершілігі жоғары екендігі пандемия кезінде көрінді. Өңірдің медициналық мекемелер үшін компания өкпені жасанды желдету қондырғыларын, жеке қорғаныс құралдары мен дәрі-дәрмектерді сатып алды. Былтыр шілде айында Орал қаласындағы нөмірі 7-ші қалалық емхана ғимаратын күрделі жөндеу аяқталды. Бұл қазіргі жағдайды ескерсек, өңір үшін өте маңызды іс. Жұқпалы ауруға шалдыққан науқастарды емделетін бұл жер 146 орындық. Сонымен қатар Ақсай қаласындағы орталық облыстық аурухананы жаңғырту жұмыстары аяқталып, осының аясында қарқынды терапия мен компьютерлік томография палаталарды орналастыру үшін қабылдау диагностикалық бөлімшесі салынды. Соңғы 20 жылда компанияның қаржысына Батыс Қазақстан облысында ондаған мектеп, аурухана, балабақша, стадион, мұз айдыны, бассейн, теннис корты салынып, сонымен қатар тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының нысандары бой көтерді. Сонымен қатар мемлекет басшысының бұқаралық спорт пен дене шынықтыруды дамыту жөніндегі жолдауын іске асыру аясында өңірдегі барлық аудан орталықтарында спорттық сауықтыру кешендерінің құрылысы басталды. КПО инвестициясының арқасында Оралдың келбеті өзгерді. Мысалы, Қазақ драма театры, Островский атындағы драма театр, облыстық филармония, салтанат сарайы, Қадыр Мырза Әли атындағы орталық, жастар мен оқушылар сарайы бой көтеріп, қалалық мәдениет және демалыс саябағының оң жағалауы абаттандырылды. Бұл тәуелсіз Қазақстанда салынған тұңғыш театр, өнер ордасының тұсауын елбасының өзі кесті. Сонымен қатар аймақта халықаралық әуежай, көп функционалды мәдениет сарайы, көп қабатты тұрғын үйлер секілді әлеуметтік маңызы бар басқа да нысандардың құрылысы жүргізілуде. Бұл облыс халқының жағдайы жақсаруына ықпал етер анық. Сондай-ақ компания 2020 жылы жаңа оқу жылына орай Орал қаласында эстетикалық бағытта жалпы білім беретін 500 орындық мектеп гимназиясын пайдалануға берді. Осылайша қарқынмен дамып келе жатқан Жұлдыз шағын ауданының тұрғындарын қажетті әлеуметтік инфрақұрылыммен қамтамасыз етті. КПО облыстың және Қазақстан Республикасының әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға қосқан үлесі үшін бірнеше рет марапатталды. 2006 жылы КПО-ға алтын Прометей сыйлығы берілді. 2008 және 2009 жылдары компания әлеуметтік жобаларды жүзеге асырған үшін парыз сыйлығына лайық деп танылды. 2010 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үздік әлеуметтік жоба номинациясында
КПО-ға алтын парызды берді. 2010 жылы КПО компаниясы Орал қаласындағы 1200 орындық мектеп құрылысы үшін күміс парыз сыйлығымен марапатталды. Компания экологиялық мәселелерге көңіл бөліп келеді. КПО жыл сайын аймақтағы экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға бағытталған қоршаған ортаны қорғау шараларының жоспарларын әзірлеп, енгізу үстінде. Бүгінгі таңда КПО-ның қоршаған ортаны қорғауға салған жалпы инвестициясы 437 миллион ақш долларынан асты. КПО қалдықтарды басқарудың қауіпсіз және тиімді жүйесін, сонымен қатар әлемдік стандарттар талаптарына сәйкес келетін бірегей эко-орталық тұрды. Бұл орталық кәсіпорында пайда болатын қалдықтың едәуір бөлігін қайта өңдеуге мүмкіндік береді. Осылайша қоршаған ортаға тигізетін кері әсер айтарлықтай азайды. 2017 жылдан бері КПО Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің және тиісті министрліктердің қолдауымен қоршаған ортаны қорғау, энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша бизнес пен мемлекеттік органдардың ашық диалогына жол ашқан Юрлс Грин Форум халықаралық экологиялық форумын өткізіп келеді. 2019 жылы компания Қазақстандағы мұнай-газ компанияларының экологиялық жауапкершілік саласындағы ашықтығы рейтингінде 2-ші орынды иеленді. Бірінші республикалық жасыл кеңсе байқауының қорытындысы бойынша да КПО құрмет грамотасымен марапатталды. Сондай Қазақстанның жасыл экономика саласындағы елдер арасындағы ынтымақтастық жөніндегі халықаралық бастамасы аясында компанияға жасыл көпір серіктестік бағдарламасының арнайы белгісі берілді. Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткенде, тәуелсіздіктің 30 жылдығы бұл айтулы кезең, бұл өткен жылға ой жүгірту уақыты. Ел тарихындағы елеулі күнді нақты істермен, жаңа жобалармен атап өту қажет. Бұл пікірмен КПО компаниясының ұжымы да келіседі. Парыз Гран-при жүлдесін Батыс Қазақстан облысынан келген Карачаганак Petroleum Operating BV жеңіп алды. Компания ұжымы атынан мәртебесі биік аталмыш марапатты КПО бас директоры Жан-Карло Руйо алды. КПО-ның жергілікті әлеуметтік даму бағытына салған инвестицияның жалпы көлемі 427 миллион ақш долларына жетті. Әлеуметтік инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға әр жыл сайын 20 миллион ақш доллары бөлініп келеді. Біздің компания Қазақстан Республикасымен бірге жасап келеді. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы біздің кәсіпорын үшін де маңызды. Алда Қарашанақ кен орнын игеру мен кеңейту жобаларына қатысты үлкен жоспарымыз бар. КПО ұжымы өзінің корпоративтік ұстанымдары мен міндеттемелеріне адалдық таныта отырып, республика мен жасампаз серіктестікте және болашақ ұрпақтың қамы үшін, қамқорлық жасау үшін жаңа өндірістік биіктерді бағындыруға ұмтылады.